Жылама, Кума. Сен мықтысың. Саған төзімді болу керек. Сен өмір сүріп жатсың. Не үшін? Менің ойымша, менің де өлгенім жақсы. Сонда бейбітшілікті кім құрады? Сен әлі Никаға керексің. Ол кім? Ника деген күн құдайы. Ол біздің батырымыз, азаттықтың символы. Буканерлер соған сенеді. Ол бір күні келетін болады, мен оны күтемін. Жылама, Кума. Сен мықтысың. Саған төзімді болу керек. Сен өмір сүріп жатсың. Не үшін? Менің ойымша, менің де өлгенім жақсы. Сонда бейбітшілікті кім құрады? Сен әлі Никаға керексің. Ол кім? Ника деген күн құдайы. Ол біздің батырымыз, азаттықтың символы. Буканерлер соған сенеді. Ол бір күні келетін болады, мен оны күтем. Гандикап жарысты қызықты етеді. Ол көп ұпайды жоғалтты, бірақ бұл керемет. Ханымдар мен мырзалар. Ой, жоқ, қояндар. Қазір мен сендерге таңдау жасаймын. Қиын таңдау, қылмыскерлерді ме әлде, құлдарды алайын ба? Сен алар емеспін. Не істеп кеткен? Ол құбыжық. Оны таптық. Ақымақ десе. Неге қашып кетесің? Жылауды доғарға не? Жүр тез. Жоқ. Барғым келмейді. Күшік неме? Өтінем, жіберіңдерші мені. Ешқашан ол жаққа бармаймын. Өлсем де бармайым. Ой, күшік десе. Бұл сәтті қанша күттім? 3 жылда бір рет болатын шара. Тұрғындарға аңшылық жасау күні. Биыл дұрыстап атап өтем. Әлемдік үкіметке қатысы жоқ аралмен. Жаратушылар алқабы. Бұл аралды жайдан жай, жаратушы аралы деп атамаған. Бұл жер табиғи ресурстарға бай. Бұл жер Кума. Құлдардың арасында дүниеге келген. Жойылып кеткен Баканер ұлтынан тірі қалған жалғыз адам. Бони. Мен бала кезімде батыр болғым келді. Қорғаны жоқ. Әлемге зияны жоқ адамдарды. Зұлымдардан қорғайтын. Азаттық жауынгері Ника сияқты. Барлықтарың басынан көздеңде.